Алтын қақпа тіл әлеміне саяхат атты 5-ші және 7-ші сынып оқушыларына арналған интерактивті танымдық ойын. Ойынның шарты ең алдымен ойынға 2 топ қатысады. Екіншіден, алтын қақпаға жету үшін әр команда 3 кезеңнен өтуі тиіс. Қақпалар бірден ашылмайды. Ең алдымен әр топқа бір сұрақтан қойылады. Сол сұраққа жауап беру арқылы ең алғашқы тас қақпаның кілтін алады. Содан кейін ғана оқушылар ойынды бастайды. Бірінші кезең тас қақпа, сөз әлемі. Оқушылар қазақ тілі бойынша алған білімдерін еске түсіріп, жеңіл деңгейдегі сұрақтарға жауап береді. Әр жауапқа 20 пай беріледі. Екінші кезең күміс қақпа, ой әлемі деп аталады. Бұл күміс қақпа 2 тапсырмадан тұрады. Бірінші тапсырма мақал-мәтел пазлы, яғни берілген мақал-мәтелдің 2 бөлігін дұрыс құрастыру арқылы, сурет арқылы дұрыс құрастыру арқылы табуы керек. Екінші тапсырма кездейсоқ тапсырмалар. Бұл жерде оқушылар QR кодты сканерлеу арқылы интерактивті ойынға өтеді. Яғни шеңберді айналдыру арқылы кездейсоқ тапсырмалар таңдалады. Әр орындалған тапсырмаға 30 ұпай беріледі. Үшінші кезең алтын қақпа, шешендік әлемі деп аталады. Топ мүшелері ұлы тұлғалардың бірінің дәйек сөзін таңдайды. Тапсырма бойынша дәйек сөздерді толықтыру керек. Автордың айтпақ ойын өз сөзімен түсіндіру керек. Қазіргі өмірмен байланыстырып, өз пікірін айту керек. Талқылау уақыты 1 минут. Әр толық, жүйелі әрі дәлелді жауапқа 40 ұпай беріледі. Ең соңғы қорытынды кезең 3 қақпаның тапсырмаларын сәтті орындаған топқа 3 кілт болып беріледі. Осы 3 кілт арқылы әр топ қазына сандығын ашады. Сандықтың ішінде тіл жанашыры кубогы, мақтау қағаздары болады. Яғни ойынның соңында жеңімпаз топ тіл жанашыры атағына ие болады. Бұл ойынның ерекшелігі өте қызық. Әр оқушы, әр топ келесі кезеңге өтуге қызығушылығы оянады. Бұны тек қана тіл пәніне ғана емес, республиканың тәуелсіздік күні деген секілді мерекелерге немесе басқа пәндерге дайын шаблонын алып қолдансаңыздар болады.